Айналайындар былай. Мынау қазақ атамыз әдетте бір нәрседен қиналғанда әулиелерді қыдырған, әулиелерге зиярат жасаған. Ислам ілімі былай дейді. Алланың өзі сүйген құлының басына, әулиеге мысалы үшін, өзінің Алла айрықша нұрын түсіріп тұрады екен. Сол нұрдан зиярат қылып келген адамға нәсіп болса, Алла нәсіп етсе, сол адамның дұға тілегін береді екен. Перзент сұрап келсе, перзент береді, денсаулық сұрап келсе, денсаулық береді, береке сұрап келсе, берекесін береді екен. Ал, әлхамдулилля раббил аламин, Алла, мына отырған жамағат, біздің жолдастарымыз, қандай дұға тілекпенен Укаш ата бабамызда зиярат қылып келген болса, Алла дұға тілектерін қабыл ала көр. Укаш ата бабамыздың басына түсіп тұрған нұрдан осы зиярат еткен барлығымызға Алла нәсіп ете көр. Отанымызға, отбасымызға, істеген ісімізге, бала шағамыздың істеген ісіне Алла береке бер. Алла, қанша ғұмыр берсең де алышпай ақыл есімізді бүтін қылып, 12 мүшемізді сау қылып, қара басымызды қанмен тең қылып, еш пендеңе кіріп тарғымай, қорғымай, жәутен кетпей, тек қана өзіңе ғана мұқтаж қылып, ойнап күліп өмір сүруімізді Алла нәсіп ете көр. Алла, елімізге тыныштық бер, халқымызға бірлік ынтымақ бер. Қазақстан деген елімізді әлемдегі ең бай, бақуат, алпауыт. Қазақстан халқы үшін, өзінің халқы үшін ең жайлы, ең қауіпсіз, өмір сүру сапасы әлемдегі ең жоғары, өмір сүру ұзақтығы ең ұзақ, әлемдегі ең алпауыт мәңгілік ел болуын Алла нәсіп ете көр. Құдай, аман есен ойнап күліп отанымызға баруымыз нәсіп ете көр. Құдай, дұға тілектерімізді бере көр, періштелер әмин дей көр. Дін исламға қуат бере көр, берген дұға тілектерімізді Алла қайырлық бере көр. Аллаху акбар. Аумин, Аллаху акбар. Тұрдық.